Қазақ халқының ұғымында кең жазиралы, дархан даланың төсінде өзінің қарапайым өмірін сүріп, айналысқан ісін баласы жалғаса, оны ата кәсіп деп таныған. Кіндік қаны тамып, өрісін кеңейткен бабалардың қонысын атамекен дейді. Тәрбие тұнған, ұрпағын ізгілікке жетелейтін дәстүрді ата-баба салты деп, бабаларымыз ешқашан қайталанбайтын терең ұғымды, ұрпақтан ұрпаққа таралатын тектілікті ата деген сөзбен байланыстырған екен. Шежіреміздің де тамыры аталардың есімінен басталады. Қырғыз руынан шыққан Ешнияз баласы Ерқанай біздің атамыз. Сонау қиын қыстау заманда 1929 жылы 25 мамырда дүниеге келіпті. Бала кезінен қолы жеткен білімді алып, ерте еңбекке араласса керек. Өзіміз тарихтан білетіндей, ол жылдар балаларды ерте есейткен кезеңдер. Атамыз да бұғанасын еңбекпен қатайтып, үлкендерге ілесіп, жұмыс жасаса керек. 1947 жылы 18 жасында Ағзада әжемізбен бас қосады. Отбасын құрып, жауапкершілікті сезініп, өзінің мағыналы өмірін атамыз ізденіспен, оқумен, еңбекпен өрістете білген екен. 1948 жылы вагон депосына слесарь болып жұмысқа орналасқан. Бәрі адамның қолымен жасалатын автоматтандырылмаған кезеңдерде еңбек ету ерлікпен пара-пар деп таныр едім. Бүгінгі темір жолдағы әр темірдің бойында атамыздың қолының табы қалғандай әсер береді. 1949-1952 жылдары Душанбе қаласында бұрынғы Сталинабадта отан алдындағы борышын өтеп келеді. Әскерден келген соң 23 жасар жігіт жүк тасымалдайтын пойызға аға кондуктор болып орналасқан. Жасына жас қосылған сайын жауапкершілікке жауапкершілік үстемелеп, еңбекпен есейген екен қайран атам. 1967 жылы Арал қаласында 6 ай машинистің көмекшісі курсын оқыған, оқуын аяқтаған соң локомотив депосында мамандығы бойынша жұмысын жалғаған. 10 жылдан соң транспорт бригадасына бригадир болып тағайындалады. Қарапайым жұмысшыдан бригадирлікке дейін жету еңбексүйгіштікті танытса керек. Атамыздың сарғайған, ескі қағаздарын қарап отырып, алған грамота, сыйақы конверттерін көріп, өз заманындағы еңбек озаты, партия мүшесі, белсенді жан болғандығын біліп, бүгінде біздің кеудемізді мақтаныш кернейді. Атамыз абыройлы еңбек етіп, 1985 жылы зейнеткерлікке шыққан. Ағзада әже екеуі 6 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Алдыңғы немерелерін бауырына басты. Шіркін-ай, немере үшін атаның баласы болу үлкен мақтаныш емес пе? Кімнің баласысың дегенге, атаның баласымын деп айтып үлгерген немерелерінің өзі бүгінде орта жасқа келіпті. Қазақ баласының санын айтпаған ғой, бүгінде атамыздың ізі шөберелермен жалғасуда, мыңда бір шүкір. Атамның баласымын дегенде, жақсы кісінің баласы екенсің, дейтін үлкендер. Мұрнымызды көкке шүйіріп, мақтанып қалатынбыз. Артынша, тегім жақсы екен, менің жаман болуға хақым жоқ деген сенімділік сәулесі жанарымыздан жарқ ете түседі. Бүгінде балалары мен немерелері ата кәсібін жалғап, темір жолда еңбек етті. Ешниязовтарды аудан жұрты темір жолшылар династиясы ретінде таниды десек, артық айтқандық емес. Ата сөзімен басталатын ата кәсіптің мағынасы осы болса керек. Немерелері Ерқанай атаның есіміне лайықты жетістіктерге жетіп, аудан, облыс,
республиканың мақтанышына айналып жүр. Ата есімін ардақтаудың үлгісі осындай болар. Бүгін міне ата дәстүрін сақтап, дүниеден өткендерге дұға бағыштап, Ерқанай атамызды еске алып, барлық балаларының атынан ас беріп отырмыз. Алла дұға тілегімізді қабыл етсін.